Қыздар, баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен термомикста дайындалатын үлпілдеген бауырсақтардың рецептімен бөлісетін болам. Алдымен таза чашымызға 150 мг сүтімізді, 150 мг суымызды құйып, барлығы 300 мг сұйықтық дайындаймыз. Одан кейін 2 шай қасық ашытқымызды, яғни дрожжімізді салып аламыз. Содан кейін барып, өзіміздің қалауымызша ақ қантты да қосуға болады. Мен 1-3 шай қасық салдым. Осы ингредиенттерді алып, 1,5 минутта 37 градуста бірінші жылдамдықта жылытып алатын боламыз. Ары қарай қыздар, 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Сонымен қатар 30-40 мг сұйық майымызды қосамыз. Осыны қосып алғаннан кейін 10 секундта бірінші жылдамдықта шайқап алатын боламыз. Ары қарай қыздар, 500 мг, яғни жарты келі ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызды салып болғаннан кейін тесто режиміне өтіп, 3 минутта колосокты басып, жақсылап иін қандырып тесто илеп алатын боламыз. Міне біздің иі қанған тестомыз иленіп болды. Енді осылай етіп, ұн сеуіп жіберіп, таза табаққа тестомызды салып көтерілуге қойып қоямыз. Міне көтерілген тесто осындай болады. Мына бірнеше сағат тұрған тесто керемет болып тұр. Осылай қылып қып-қызыл қылып қуырып аласыздар майға. Астарыңыз дәмді болсын. Арнама жазылуды ұмытпаңыздар.